Темірлан тас жолында жантүршігерлік жол көлік апаты орын алды. Түнгі уақытта бір бағытқа қарай бағытталған Opel және Volkswagen көліктері жолды бөлісе алмаған. Яғни Opel көлігі темір шәуленің жанына келгенде солға қарай бұрылмақ болады. Ал дәл сол уақытта Volkswagen жеңіл көлігі шыға келген. Нәтижесінде екеуі соқтығысып тынды. Тіпті темір тұлпардың бірі соққының салдарынан жолды бөліп тұрған темірге барып соғылған. Көліктің жарамсыз күйге түскеніне қарап, адамның аман қалу мүмкін емес секілді. Алайда абырой болғанда жүргізуші аман қалды. Бірінші полосада келатқан, ол екінші полосада келатқан. Алдынан КамАЗ өтті, ол КамАз қалай өткізді де, мен келатырмын, мені өткізбей, солға поворот бар ғой, солға бұрылды ғой, мен келатырмын. Мен алдынан сразу резко поворот жасады. Мен оның ұшынан бер жақта, оң жақтағы ұшымен, оның сол жақтағы ұшын ұрдым да, басынша. Ұрып, сосын барып айналып келіп мына жаққа тидім ғой. Бағың бар екен негізі. Құдай сақтады, ешкім жарақаттаған жоқ па? Жоқ, жалғыз өзім да. Volkswagen көлігінің жүргізушісі мұнымен келіспейді. Керісінше ол тиісті жол жүру ережелерін сақтап, өз жолымен келе жатқам дейді. Поворот жақты отқан ғой. Екі жақтан жібердім, сонымен уже бір фораны жібердім, бұрылғанша ұрды ғой. Сен солға бұрылдың сонда? Разворот жасадың. Бұл сол жағынан келдің сонда? Мен артымен келіп отқан ғой, мен мына полосадан келіп отқан ғой. Бұрылған кезде білмеймін, қақтан кетіп қалған. Жоқ болған, боковой қарағанда жоқ болған. Сен өзің сау алмасын, пассажир ешкім жарақаттаған жоқ қой? Ода да бәрі нормально. Оқиға орнында тәртіп сақшылары жұмыс жасады. Тиісті сараптамалардан соң кінәлі жүргізуші анықталатын болады.